Іскер азамат тобына қош келдіңіздер. Қазір мен сіздерге Каспий KZ арқылы ИП ашуды көрсететін боламын. ИП ашудан ешқандай да қорықпаңыздар. Егер сіз ИП-ны ашып жүргізбейтін болсаңыз, оны жабу да өте оңай. Сондықтан да ештеңеден қорқудың қажеті жоқ. Ендеше Каспий приложениесіне кіреміз. Каспий приложениесіне кіргеннен кейін біз сіздермен госуслуги деген батырманы басамыз. Яғни госуслуги бөліміне өтеміз. Осыдан кейін біз жеке кәсіпкерлікті тіркеу, яғни зарегистрировать ИП деген батырманы басамыз. Осы батырманы басқаннан кейін Каспий біздерге жеке кәсіпкерлікті қалай тіркеуге болатындығы туралы ретімен көрсететін болады. Осы ретпен толық танысып алайық. Танысып болғаннан кейін біз өзіміздің данныйларымызды толтырамыз. Яғни ИП-мыздың атын, салық органымызды, тұрғылықты мекен-жай бойынша мекен-жайымызды көрсетеміз. Осы данныйлардың барлығын толтырып болғаннан кейін Каспий өзі проверкаға алады сізді, яғни 100% болғанға дейін күтеміз. Осы 100% болғаннан кейін біз сіздермен окет таңдайтын боламыз, яғни интернетпен сауда жасау үшін 47910 окетін таңдаймыз. Выбрать дегенді басамыз, және 47789 окетін таңдасаңыз болады. Бұл сіздердің 2000 шаршы метрге дейін бутиктерді жалға алып, саудамен айналысуыңызға мүмкіндік береді. Жалпы бір ИП арқылы 4 окетті таңдасаңыз болады. Осылардың бәрін таңдап болғаннан кейін біз сіздермен қазір декларация таңдайтын боламыз. Яғни ең оңай түрі ол упрощенный декларация, яғни 2023 жылға дейін сіз ешқандай да салық төлемейсіз, 6 айда бір рет отчет беретін боласыз. Осылардың бәрін өткеннен кейін біз сіздермен фотоконтрольден өтетін боламыз. Фотоконтрольді өзі қалай өту керек екендігі көрсетіліп қойған. Осылардың барлығын өткеннен кейін біз сізді құттықтаймыз. Сіз жеке кәсіпкер болып тіркелдіңіз.